Данияр Сүлейменов. Ең бақытты әйел. Салиқалы әйелдің сипаты. Бұл дүние мен оның ішіндегі нығметтердің бәрі де уақытша берілген. Ондағы нығмет атауының ең абзалы салиқалы әйел. Хадиске түсіндірме. Фәни дүние адамның уақытша тұрақтайтын мекені. Адам өмірде аз уақыт ағаш көлеңкесін саялап, сапарын одан әрі жалғастырған жолаусыз іспетті. Адамның өзі де өмірдегі пайдаланатын нәрселері де жоқ болуға тәуелді, яғни мәңгілік емес. Адам көрген білген қолына алған әрбір заттан фәниліктің мөрін көреді. Мәңгілік тек Алла ғана. Фәни дүние тіршілігі ақырет жұртымен салыстырғанда болмашы, аз бір күн көріс. Алла тағала Құранда бұл күннің тіршілігі аз күндік болмашы күн көрістен тұрады. Ал ақыретке келсек, ол нағыз мәңгі бақи тұрақтайтын мекен дейді. Мүмин сүресі 39 аятта. Адам баласы өткінші дүние нығметтерінің соңына қанша қуса да жете алмайды және тояттап, қанағат та таппайды. Бар болғаны дәмін татуымен ғана шектеледі. Адамның жаңа көлігі, жаңа үйі болуы мүмкін, бірақ түбі ескіреді, шіріп жоқ болады. Қанша жерден сұлу болса да қартаяды, бетін терең әжім басып, ең соңында қара жердің қойнына табысталады. Сол себепті де өткінші дүние адам баласына қанша ләззат сыйлағанмен жүрегін тыныштандыра алмайды. Адам жүрегі фәни дүниеде Раббысын еске алумен ғана жай табады. Жүрек шынайы иесіне деген махаббат арқылы ғана тірі жүрек атанады. Шынайы иесіне деген махаббаты себепті басқа жаратылыстарға махаббат көзімен қарап, көңілдерге қуаныш сыйлауды, өзгелер үшін өмір сүруді үйренеді. Өткінші дүниедегі уақытша нығметтің бірі өмірлік жан серігіміз болған аяулы жарымыз. Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырды асыл жарымызбен бөлісе отырып, ақырет жұртына бірге дайындық жасаймыз. Дүниедегі нығметтердің бір бөлігіне шариғат тарапынан рұқсат етілген болса, енді бір бөлігіне тыйым салынған. Шариғат рұқсат еткен дүние нығметінің ішінде ең абзалы салиқалы әйел. Алла тағала Құран кәрімде салиқалы әйелге тән сипаттарды төмендегіше баян етеді. Ал ізгі әйелдер Аллаға толық бағынатын және ерлерінің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын, сондай-ақ Алла олардың құқығын қалай қорғаған болса, олар да дәл солай ерлері қастарында болмаған кезде де ерлерінің хақысын аяқ асты етпей, арын, отбасылық сырларды, отбасына тән абырой мен мал дүниені лайықты түрде сақтай білетін жандар. Ниса сүресі 34 аят. Пайғамбарымыз бірде сендерге жәннаттық әйелдердің сипаттарын айтып берейін бе? дейді. Қасындағы сахабалар, әрине, Алланың елшісі дегенде, пайғамбарымыз былай айтады: күйеуінің көзайымына айналған және бала туудан қашпайтын, күйеуі ренжитін болса қолынан ұстаған күйі отағасы, сіз менен разы болмайынша көз ілмеймін деп ерінің алдында ізетпен барынша иілетін әйелдер. Тағы бірде әйелдердің ең қайырлысы кім деп сұралғанда, пайғамбарымыз қарағанда сүйсінетін, күйеуінің айтқанын болжытпай орындайтын және жиған дүниесін оңды солды шашпайтын әйел деген. Салиқалы әйел ерін масаның қанатына да татымайтын жалған дүниеге құл болудан сақтап қалуға барын салатын. Жұдырықтай ғана жүрегі иман нұрына шомған ақылды әйел. Күйеуі сүрінсе сүйеніші болатын, қолынан ұстап тек жақсылыққа қарай жетелейтін, адал жолмен табыс табуға ынталандыратын әйел. Пайғамбарымыз мұндай әйелдің қандай керемет нығмет екенін бір хадисінде былайша баян етеді. Адамды өмірде бақытты ететін мына 3 нәрсе: салиқалы әйел, жақсы көлік, кең үй. Адамды бақытсыз ететіндер мінезі жаман әйел, жаман көлік, аясы тар үй. Тәубе сүресінің 34-35 аяттары түскен кезде сахабалар қатты уайымға батады. Себебі ондағы аяттарда дүние жинап, жиған малының зекеті мен садақасын бермеген адамның ауыр азапқа душар болатындығы баян етілген. Сол кезде пайғамбарымыз ардақты сахабаларын жұбатып, сендер Аллаға шүкіршілік ететін жүрекке, оны күндіз-түні зікір ететін тілге,
Иманды да салиқалы әйелге қол жеткізуге тырысыңдар. Иманды да салиқалы әйел ақырет бағытына жетулеріңе жәрдемші болады, дейді. Әзірет Әли Құрандағы: «Уа Раббымыз, бізге осы дүниеде жақсылық бере көр, ақыретте де жақсылық бере көр, және бізді тозақ отынан сақтай көр» деп келетін дұғадағы осы дүниеде жақсылық бере көр сөзін діндар салиқалы әйел деп түсіндірген. Салиқалы әйел кім десеңіз, ол сондай мейірбан, кішіпейіл, қиындыққа төзімді, басқаға түсіністікпен қарап, қатесін кешіре білетін, жүрегі Алла деп соғатын иманды жан. Балаларын мейірім құшағында тәрбиелеп, күйеуіне барынша бойұсынатын аяулы жар. Қандай да бір орын алған оқиғаға ақыл көзімен қарап, ғибрат ала білетін даналық иесі. Отбасында әрдайым сүйіспеншіліктің, береке бірліктің, өзара құрметтің, бауырмалдықтың салтанат құрғанын қадағалайтын ханшайым. Әрбір сөзімен, жасаған амалымен, жүріс тұрысымен басқаларға үлгілі тұлға. Өзі жасаған жақсылықты ұмытса да, өзгенің жақсылығын еш ұмытпайтын қайырымды жан. Шынайы дұрыстықтың символы, қырсықтықтың, тәкаппарлықтың, өсек айту секілді жаман қылықтардың оның бойынан көре алмайсыз. Үнемі Алласы мен күйеуінің разылығын көздеп, екі жақтың да ата-анасын құрметтеу арқылы ағайын туысқа үлгілі келін атанады. Лұқман Хәкім ұлына айтқан әкелік насихатында: «Ұлым, фани дүниеде адам үшін ең қымбатты мына екеуі: имандыда салиқалы әйел және жанашыр дос. Үйде салиқалы жарыңның жанында жаның жай тапса, түзде жанашыр досыңның қасынан рахат табасың. Ұмытпа, егер осы екеуіңе ие болсаң, үлкен нығметке кенелгенің. Жаман әйел мен жаман достан сақтан. Әйелің жаман болса, үйіңнен береке қашады. Досың жаман болса, түзде рахат таппайсың. Ұмытпа, егер осы екі нәрседен қашпасаң, басыңнан бәлеге қалғаны. Алла тағала сізді күйеуіңіздің көзайымы болатын салиқалы әйелдердің қатарынан етсін. Қастарында өз күйеуінен басқаға көз тікпейтін құралай көз, отауынан аттап шықпайтын, өз күйеуінен басқа ешкімді көрмейтін һәм ойламайтын хор қыздары. Олар үшін жәннатқа пәк жұбайлары бар. Олар онда мәңгі бақи тұрақтайды». Жоғарыдағы аяттарда жәннаттағы хор қыздарының сипаттары баяндалған. Ғұламаларымыз бұл аяттардың бұл дүниеге қараған жағы да бар екенін алға тартады. Яғни осы аяттарда осы дүниедегі салиқалы әйелдің сипаттарын да көруге болады дейді. Енді осы сипаттарға жеке-жеке тоқталып өтейік. Өз күйеуінен басқаға көз тікпейтін, яғни салиқалы әйел күйеуіне ғана арнаған махаббаты мен оның разылығын алуға деген құштарлығы себепті бөгде ерлерге көзінің қиығын да салмайды. Отауынан аттап шықпайтын, яғни себепсіз және күйеуінің рұқсатынсыз үйден шықпайтын, бойындағы бар сұлулығы мен әсемдігін тек қана күйеуіне көрсетіп, оған ғана арнайтын әйелдер. Жәннатта оларға пәк жұбайлар бар, яғни өсек аяңнан, қыз баланың тән емес әдепсіз, жаман мінезден бойын таза ұстайтын әйелдер. Сыртқы бейнесі қандай таза болса, жан дүниесі де сондай таза болған жарлар. Алла тағала басқа бір аятта салиқалы әйелдің сипаттарын: «Ал ізгі әйелдер Аллаға толық бағынатын және ерлерінің алдындағы міндеттерін қалтқысыз орындайтын. Сондай-ақ Алла олардың құқығын қалай қорғаған болса, олар да дәл солай ерлері қастарында болмаған кезде ерлерінің хақысын аяқ асты етпей, арын, отбасылық сырларды, отбасына тән абырой мен мал дүниені лайықты түрде сақтай білетін жандар» деп баяндайды. Есте сақтаңыз, ұмытпаңыз, Алланың өзіңізден разы болған қаласаңыз, күйеуіңізді разы қылуға тырысыңыз. Тақырыпқа қосымша болсын. Күйеуінің әйеліне өзіне көрсеткен құрмет мен көркем мінезіне разы болып, оның ата-анасына алғысын білдіріп, былай деп хат жолдайды: «Сіздерге деген алғысым шексіз. Неге дейсіз бе? Өйткені сіздер қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп өсірген, сыңғырлаған бір ғана күлкісінің өзі әлемнің бар байлығына татитын аяулы қыздарыңызды маған тұрмысқа бердіңіздер. Осы күнге дейін қанша қаталдық танытсам да бір қабақ шытқанын көрген емеспін.
Маған бойысынудағы адалдығын көрсеңіздер ғой. Елден жырақ жүргенімізде де бірнеше жылдың жүзі болды. Бірақ мен өзімді ешқашан бөтен елде жүргенде сезініп көрген емеспін. Оның себебі де қыздарыңыздың отбасылық өміріме өзімен бірге ала келген қуанышы мен шаттығы. Иә, ол өзімен бірге отбасымызға бақыт әкелді. Маған әрдайым демеу көрсетіп, үнемі қасымнан табылады. Тіпті діни міндеттерімді орындауыма да жәрдемдеседі. Жыл сайын малымыздан зекет беруге, оған қоса садақанды көбірек беруге құлшындырып отырады. Бір күні ер мен әйелдің міндеттері қапталған кітап қолыма түсті. Егер авторын білмегенімде, ол кітапты әйелім жазған екен деп ойлап қалар едім. Өйткені кітаптағы айтылған салиқалы әйелге тән сипаттардың барлығын әйелінің бойынан көрудемін. Қыздарыңыздың осындай көркем тәрбиесі үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Бұл сіздердің салиқалы ұрпақ тәрбиелеудегі үлкен жетістіктеріңіз. Әйелім, ол қызымның болашақта өзгелері үшін өмір сүретін салиқалы ұрпақ боп өсуіне қатты көңіл бөлуде. Осы жолда күндіз-түні тыным таппай еңбек етіп жүр. Балалардың денсаулығын, жүріс-тұрысын, киім-кешегін, демалысын қатты назарда ұстайды. Олар күлсе де, жыласа да қастарынан табылады. Ол ақырет пен фәни дүние ісін бір-бірінен асырмай қатар алып жүруді өте шебер меңгерген. Мен қыздарыңызға дән ризамын. Сіздердің де екеуміздің осындай бақытқа толы шаңырағымызды көріп қуанышқа бөленгендеріңізді қалаймын. Осындай салиқалы жар еткені үшін Аллаға шүкіршілік етемін. Сіздерге мына бір оқиғаны баяндап берейін. Үйде болған кезімде маған бір кісі бұйымтайымен келді. Қалтасынан бір бума ақша шығарып, мынау сыйлығым деп ұсынды. Негізі ұсынған ақшасы сыйлық емес, пара болатын. Мұны байқаған әйелім әлгі кісіге, егер жұмысқа қатысты мәселең болмағанда, осы ақшаны сыйлық ретінде берер ме едің? Деді. Әлгі кісі айтарға сөз таппай, тілі күрмелді де қалды. Бір жыл өткен соң, әлгі кісі маған отбасымыздағы адалдық пен әділдікті көрген соң, өзінің бір шаруасын сеніп тапсырған еді. Хатымды осымен аяқтайын. Өйткені аяулы жарымның ізгі қасиеттерін сипаттауда парақтар аздық етеді. Әйеліме деген шынайы махаббаттан болар, осы хатты жазу барысында жанарым жасқа толып, біраз толқыпты алдым. Сіздерге тағы да осында инабатты да ибалы қыз тәрбиелегендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Мінекей, салиқалы елдің сипаттарын сіздерге хадис пен Құран аяттарынан мысалдарда келтірдік. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның да өсиеттерін жеткіздік. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Ендеше арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал келесі тақырып Алланың разылығын қалаймын, күйеуімді де жақсы көремін. Міне, осы тақырыпта болмақ. Ендеше келесі видеода кездескенше. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.